Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін лупипай тордын әзірлейміз. 4 жұмыртқаны бірінші миксерлеп аламыз, сосын 200 грамм қантымызды қосып, тағда жақсылап миксерлейміз. Енді разрешителімізге ванилин қосып, екеуін жаңағы жұмыртқамыздың сарысына қосып, қоюланғанша араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей қою масса шығу керек. Біз осы массамызға, жұмыртқа массамызға сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Содан соң осы жұмыртқа массамызды жаңағы белокпен қант араласқан массамызға қосып, көпіргенше миксерлеп, ұн, какао екеуін қосып жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қоюлықта масса шығады. Біз бұны пергаментке төсеп 180 градуста 4-5 минут пісіріп аламыз. Сосын осылай артық жерлерін кесіп, лупипайдың шариктерін жасаймыз. Бетін безендіруге келетін болсақ, өзіңіздің қалауынша безендіруге болады. Мен өзім шоколадтармен безендірдім. Бетін дәл осылай әсемдедім, өте әдемі көрінеді. Анамның туған күні болғандықтан свечалар қойып қойдым. Видеоны лайк басып, тіркеліп кетіңіз.